Өтеді. Енді аға 25 шақырым қанша айналым болады? 2 километр, 12,5 айналым. Қымбатты көрермендер, таныстырып өтейік. Жанында тұрған менің атақты Жеңісұлы ағамыз, осы Алматы қаласы бәйге федерациясының мүшесі. Дұрыс қой аға? Пысымда. Іштен кетпейді аға, іштен кетпейді. Бұдай бәйгеде болып тұрады. Енді байқағанымыз... Ана балалар ішінде қалқапты. Ат көп деп айттық. Бірнеше ат енді құрықтың айналымның ішімен міне қайтып өзінің жолына қосылды. Аға берірек тұрыңыз, қақ кетпесін. Енді әзірге қарқын жақсы. Міне қаратыр. 78 аттың өзі мынау айналымның жартысы. Енді аттар бүкіл Қазақстаннан почти келіп деуге болады. Әр облыстардан келді. Енді бұл бәйгенің ерекшелігі, ағам дұрыс айтып отыр, еліміздің барлық мықты деген сәйгүлік тұлпарлар келді. Оның сыртында біздің естуіміз бойынша келген Қырғызстаннан Түркістаннан жылқылар бар. Ол жаңа топқа қосылды, қазір аламанның ішінде де бар. Енді ол жалпы шетелдерден ат қосының дамуына қандай да бір әсерін береді деп ойлайсыз ба? Әрине. Ол Қазақстанда негізі бәйгенің біздің нәрсе. Себебі болашақта біз ойлап жатырмыз, международный бәйгеден. Халықаралық бәйгеден? Сондай жоспарларыңыз бар? Сондай жоспарлар бар, ұлттық спортты. Ол келесі жылға тағы да өткізеді. Болашақта енді барлық осы алыс жақын тмд елдерінің басын қосып, Россия бар, Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, бәрі Россияда жылқы жақсы дамыған ғой. Енді оларды сол біз аламанға тартып үйретуіміз керек. Соған бәйгелер ұйымдастыру жұмыстарын жүргіземіз. Енді әсіресе аға қараңызшы. Міне қараңыздар, қымбатты көрермендер, аттардың қарқыны өте жақсы. Шашырап бара жатыр. Қазір ақын бірге топ. Жарайсың шабанды тартып отыр. Асықпа, 11 айналым деген оңай емес. 11 айналым бар. Қымбатты көрермендер, Тамирис Қарағандыдан келген. Қарағандыдан келген топ бастап баратыр. Бірақ оны келе ме, келмей ме, ол жағы белгісіз ғой. 11 айналым бар. Ат бос кетіп баратыр деп шабандоз құлап қалған секілді. Балам, енді бүгінгі бәйге келіп отқан көрерменнің де қарасы қалың. Мынау шаңды жұтып шаңның астында қалса да көрермендер құйқылап соңына дейін жүр. Бұл әрине жалпы қазір жұрттың бәйге деген қызығушылығын білді. 10 айналым бар әлі. Бірақ мыналар, аға қарайыншы, жылдамдығы қатты сияқты. 38, 50, 12-ші. Үшеуі. Міне қараңыздар жаңағы. Үстінде шабан. 8-ші нөмір Өзбекстаннан келген ат. 38. Өзбекстаннан келген ат. Міне жаңа ғана айттық, біз көршілес мемлекеттерден де бәйге аттары қатысып жатыр деп, жаңа 9-ші нөмірлі тұлпар Өзбекстаннан келіпті. Талап ереже солай. Ереже солай, шабандозсыз келсе бәйге берілмейді. Міне шабандозсыз аты әлі де шауып бара жатыр. Әбден бәйгеге үйренген, сондықтан бұл соңға дейін шауып шығу мүмкін. Ол дайындыққа байланысты негізі. Тазаған ол генетикасына байланысты негізі. Тазағандарға да 35 келе жүреді. Негізі бірақ енді біздің қол тумалар мынау дистанцияның қазір елдер қол тумамен көп айналысып жатыр. Өзіміздің жылқылар сол үшін дистанция ұзарып жатыр. Қазір алып қарасақ, мынау енді ипподромда тұрып қой. Еліміздің көп өңір болса деген. Аға бәйгеге өтейікші. 78 ат шашырап кетті. Қайсысы келе жатыр? Білуімізше мынау 20-ші ат. Топ басты топтың. 38-ші ат екіншіге түсіп қапты. 50-ші нөмірге келіп алды. Аға қарайыншы анау. Ары кетсе екінші класс оқитын бала шығар. Әлі мектеп алады. Шабандозсыз кетіп барады. Шабандоз мінгізіп көрмекші, төреші қуып кетті, жетіп, үстіне шабандоз мінгізіп көреді. Егер үстіне шабандоз мініп болса, әрине бүгінгі бәйгенің қызығы сол болады. Төреші
Қуат ағамыз жаңағы бірінші кетіп барған досы Сәйгүлікті қуып жетіп ұстай алмады. Егер дәл сол атсыз бәйге ілінсін, ілінбесін, Айбек ағамыз соған. Демеу Айбек аға? Солай 50 мың теңге. 50 мың теңге ат иесіне тапсырамын деп отыр. Мәреден өтсе? Өтсе 50 мың теңге. 50 мың теңге бересіз. Міне әрине. Енді аттың тері бар. Аттың тері, атбегінің еңбегі. Енді ол ана бәйгеде мысалы адам көп болған, оқыс болып қалды, балалар енді стартта көп ондай ситуациялар болды, бірақ енді президентілік симпатия мысалға. Көрермендер көзайымы. Көзайымы, Енді бақылайық жаңағы, шабандозсыз тұлпардың қаншалықты жүйрік екенін. Асқан болса баяғыда шықпайды. Дұрыс айтасыз енді. Енді бүгінгі бәйге расымен де жоқ. Барлығы мықты. Шабысының өзін қараңыздар. Жылдамдық өте қатты. 38. Әуелді тіптен сирек кетті. Әуелгі 78 ат жоқ. Енді қазір қарасақ, санап қарасақ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ат кетіп бара жатыр. Міне 70-тен 7 ат бөлініп шығып, міне топ бастап келеді. Аға, жүрдеңгілер осы топтың ішінде ме? Барлар қатысты деп, оның ішінде біз бөліп жарып, Ботагөзді айттық, бұған дейін басы болып жүрген. Павлодарда, Ақтөбеде бір болды, өткенде Павлодарда бір болды чемпионат. Биылғы сол жақсы нәтиже көрсетіп жүрген Байтал. Одан кейін Сүлік Қара деген тұлпарды осы уақытқа дейін 2 бәйгеге қатысып, екеуінде де бас жүлдені жеңіп алған. Енді топты көрейік. Сол Сүлік Қара мен Ботагөз бар ма, жоқ па, қазір бақылап көрейік. Міне жігеде. Міне соңғы айналымға кетті. 4 ат. Міне біз айтқан атақты Сейкош Бактердің 7-ші нөмірдегі үздік 4-те кетіп бара жатыр. Өкінішке орай 9-ші нөмірдегі тұлпар көрінбейді. Міне тағы бір ат тоқтайын деп сәл былай қарап тұрамыз қазір. Міне 2 тұлпар бас жүлдеге қымбатты көрермендер. Міне қызық басталды. Соңғы метрлік қайсысы бірінші келеді. Міне бірге куә болайық. Қымбатты көрермендер, қай тұлпар бірінші келеді? Міне Азамат! 35-ші нөмірі. Бірінші 93-ші болып өтті. Мәресізін кесіп өтті. 4-ші болып келе жатқан. 4-ші нөмір жаңа Жакеш жүрген бала. 4-ші келді, 7-ші нөмірдегі. Ботагөз 5. Әрине Ботагөз үздік. Ботагөз бұған дейін жүлде алған. Міне бүгін жүлделі орыннан. Бірінші орын Қырғызстан алды. Мына 35-ші нөмірлерді көрші Қырғыз Республикасынан екен. Аттың иесі Қарағыз деген тұлпар екен. Енді Алишер деген шабандоз. Бабы мен бағы қатар Қырғызстаннан. Көрші Қырғыз елінің тұлпары. Енді бөліп бізбен бірге бәйге тамашалағаның үшін алғыс айтамыз сіздің де. Сіздерге де мына кеп осыны насихаттап түсіріп тұрғаныңызға тілектеспіз. Рахмет сізге де. Сіздің де дәл осы бірінші келген Қарағыз сияқты тұлпар сіздің қораңызға да өтсін. Рахмет. Birinci gruptan başlap біздің тренерimiz Талақ деген. Ошол өзі жаш бала, 92-ші бала. Біздің Жакеевске, Чабандесевске бардық күрікті айландырып, кабасын қайсы жерде кетіп отқанда қандай кетесің деп бүт өзі контроль етеміз. Алдыңғы топ алдыда 3 ат жүрді. Жүрдік сыртқы кругта. Шетінде жүрдік. Тап жүрдік. Аяғыға шейін тап жүрдік. Ішкі круг ор болды. Атқа секірген ор. Бияқ жеңіл. Аттың бұты кірбейді, жеңіл секіріп кете береді. Алар 1600-ден айдай башташқан. Шашап қалған. Келе өтіп пистовкаға шейін. 500-ға ешеніп келгенбіз, ушул күнге чейин бардық 500-када жаңылышпай, ушу биздин айткан биздин ошончо 30-га ишенгенбиз. Кенен качан 500-га чыкмайынчан кой бертирген жок тренерибиз. 500-га чыккандан кийин кичине кой берди, анан алдыга айдабады, ошондон эле кирип келди. Дайыма биринчи келгенде өзүм жакшы кармай албай калам, көзүмен сүйүнгөн аттым менен тең чуркайм, постоянно ошондой. Мен өзүмөн токтото албайм, ошол жерден мындай кармап тура албайм. Аттын аркасынан чуркаганымды өзүм билбей калам. Уткан сайын көзүмдөн жаш чыгат.
сүйүнүчтүн